дегенде сюжетті айтып кетеміз. Бірақ сюжетке жан бітіретін кеңістік болмаса, бәрі бекер. Кеңістікке қарап, біз кейіпкердің кім екенін, қайдан келе жатқанын, қайда бара жатқанын білеміз. Кинодағы кеңістік киноның екінші мені. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы кеңістіктің маңызы жайлы айтамыз. Разве люди еще болеют туберкулезом? Разве люди еще болеют туберкулезом? Бонг Джон Худың «Паразит» фильмі қайғырынан алсаңызда шебер түсірілген. Екі отбасы, бірі кедей, бірі бай. Фильм кездейсоқ бір кедейдің не кездейсоқ бір байдың үйінде түсірілмейді. Екі баспана да картина үшін арнайы құрастырылған. Солайша фильмнің негізгі идеясының бірі әлеуметтік теңсіздік екі отбасының баспанасы арқылы көрсетіледі. Не в этом дело. Это подвалом несет. Вот съедем отсюда, и запах исчезнет. Мұндағы қос отбасының үйлер арасындағы айырмашылық, олардың өзара алшақтығы қоғамның құрылымы туралы тіл қатады. Жер бетіндегі баршылық пен жоқшылық, байлық пен кедейліктің арасындағы еңсерілмес қашықтық. Байлық пен билік биікте, күн сәулесіне жақын. Дәулетті отбасының шаңырағына жету үшін көп баспалдақпен жоғары шығу керек. Табалдырықтан аттаған соң да жатын бөлмелерге жету үшін биікке өрлейсіз. Ал кедей отбасының үйі жер төледе. Оған жету үшін ауқатты үйден ғана емес, кәдімгі көше деңгейінен де төмен түсу керек. Дәулетті үйдің жер төлесі де тым ұзақ баспалдақпен төмен жетелейді. Сыртқы қабаты жылтыр қоғамның қойнауында жасырынған қорқынышты құпиялар секілді жер төледе қараңғы, дәлізі тар, бітпес қия баспалдақ. Все в порядке. Что ты говоришь? Только есть очень хочется. Давай. Фильмнің соңына жақын кедей отбасы жауын астында үйіне қашқанда сансыз баспалдақтармен құлдилағанын көреміз. Яғни архитектуралық тұрғыда үйлердің дизайны ғана емес, екі үйдің арасы да тік траекторияның бойында секілді әсер береді. Фильмдегі тіршілік үшін жанталас негізінде жатқан еңсерілмейтін әлеуметтік саты. Фильм режиссері мен суретшісі кеңістікті оқиғаның көркем көрінісі ретінде құрастырады. Кинода кеңістік шындықтан ойып алынған, немесе толық я жартылай құрастырылған болуы мүмкін. Қандай жағдайда да қоюшы суретшісіз толыққанды картина болмайды. Үлкен кинода мизансценаның әр бұрышы маңызды. Конечно же, начиная с Цукса, это были... Менің ойымша бізде қоюшы суретшінің жұмысы бағаланбайды. Қазақ киносында мамандар да аз. О баста Павел Зальцман сияқты мәскеулік суретшілер болды. Кейін киноға өзіміздің Құлахмет Қожықов, Ыдырыс Қарсақбаевтар келді. Жаңа толқын кезеңінде Әлім Сәбитов, Алексей Розенберг, Алексей Золотухин, Бөпеш Жандаев сияқты архитекторлар жұмыс істеді. Сәбит Құрманбеков те ең ірі суретшілеріміздің бірі. Айналып келгенде, кинода қоюшы суретші, режиссер және оператормен иық тірестіріп тұратын ең маңызды маманның бірі. Өйткені осы үштік арт-концепцияны жасайды. Жан-Люк Годардың мынандай сөзі бар. Фотография деген шындық, кино дегеніміз секундына 24 кадр шындық. Әрине, құрастырылған детальдарына дейін ойластырылған шындық. Үнемі қозғалыстағы, дамудағы, мағынаға жүкті шындық. Реалистік фильмдерде суретші жұмысы көзге көрінбейді. Бірақ картинаның визуал үйлесіміне қарап, суретшінің бар екенін сезінесіз. Қазақстандық Сергей Дворцевойдың «Айка» фильмі де деректі жанр рауышында түсірілген. Мұнда сұрықсыз суық дала, ескірген Мәскеу перзентханасы, қара жұмысшылар тұратын қараңғы құжыралар бәрінен де шындық еседі. Яғни камераның назарына ілігетін кеңістікті суретші шындықтан ойып алған. Қазақ дегенде ауыл, ауыл дегенде қазақ еске түседі. Біздің қиялымызда ол ең таза, ең аяулы мекен. Аяулы болатыны біз одан кеткеннен бекен. Қалай болғанда да кинодағы ауылдың бейнесі жылдар өте өзгеріп отырды.
әлеуметтік сын, реалистік экспрессия немесе ностальгия, аяулы бейнеге деген сағыныш. Ауылдың экрандағы келбетіне қарап, фильмнің стилистикасы мен жанрында тануға болады. Көп уақыт бойы қазаққа ғана тиесілі кеңістік ауыл болды. Абдолла Қарсақбаевтың «Менің атым Қожа», «Алты жасар алпамыс» сияқты фильмдеріндегі ауыл жаймашуақ, жасыл шалғын. Адамдар да мейірімді, жылы, экран өмір мен юморға толы еді. Серік Апрымов шығармашылығымен бірге экранға ауылдың сыни келбеті келді. Апрымовтың Ақсуаты реалистік, бәлкім аяусыз көзқарас ұсынды. Мұнда сүреңсіз кеңістік арқылы экономикалық құлдырау ғана емес, мораль мен құндылық мәселесі де көтерілетін. Ауыл құрса, үкімет те құрайды. Бүкіл қазақтың традициясы, қазақтың ой қарашылығы түгел ауылдан формировать етеді. Сол себепті сол фильм түсірдім. Әрине қазақтар түгел қарсы болды. Өйткені ол кезде Советский Союз, ауыл туралы ондай айтуға болмайды. Ертең сөз шығады дейді, Қазақстан не болып жатыр екен деп. Онша халық емес қарсы шыққан. Райком секретарлар қарсы шықты. Рашид Нұғмановтың «Инесі» мен Дәмір Манабайдың «Сұрапыл Сұржекей» сияқты фильмдерінен де қаңсыған әппақ даланы көрдік. Біртіндеп құрғап қалған Арал теңізі сияқты мұндағы өмірдің де мәні кетіп барады. Жанна Исабаеваның «Қарой», «Бөпем» сияқты фильмдері де осы ізбен жүретіндей. Тақыр жер, кедей ауыл, қатыгез адамдар. Ал оған керісінше бағытта Ерлан Нұрмұхамбетовтің «Жаңғақтал», Ермек Тұрсыновтың «Кемпір», Сәбит Құрманбековтың «Секер», «Жиде кешіккен махаббат» сияқты фильмдерін атауға болады. Мұндай фильмдерде ауыл қайтадан жылы, шуақты, юмормен көмкерілген мекенге айналды. Яғни ауылдар мен адамдар әртүрлі болатыны сияқты, ауылды да, өмірді де қабылдау әртүрлі. Жаңа толқынның былайша айтқанда өнердегі бастамасы жаңа, ол шындықты батыл айту. Бірақ мен көп заттарға келіспейтінмін. Өйткені өнер болғаннан кейін кішкене бір қайсым екен, бір романтикалық па, или бір жұмсақтық па, сондай бір жетіспейтін. Бірақ сол кейін өзім режиссер болғанда, сол ауыл мәнінде, ауыл іздегенде мен сол қора-қопсыз іздеген жоқпын. Кішкене жақсы үйлер іздедім, балабақшасы бар үйлер іздедім. Бірақ енді ол ауылды әдемілік көрсету емес. Ол енді ол да мына адамның ішіндегі программа болып қалған бір өзінің бір жолма бір діңгегі ғой деймін. Өйткені менің өскен ауылым өз сондай бір нәрлі ауылда. Әркім айналасынан өз жанының бейнесін көреді. Сұлулық та, сұрықсыздық та қараушының көзінде. Қаланы кейіпкер қылуда француз режиссері Жак Татидің ойнайтын «Уақыт» фильміне тең келетін туынды аз. Мұнда бүкіл қала ойын-сауық саябағына айналғандай. Күнделікті қарабайыр көріністер кенет сиқырлы әлемге айналып кетеді. Көшедегі көліктер де өзара үйлесіп әткеншектей дөңгеленеді. Көлік жөндеу орталығы да қызықшылықтың бір бөлігіне айналған. Кездейсоқ терезе жуушы да оптикалық алдаумен автобустағы халықты тербеткендей. Көшедегі жөндеу жұмыстарын жүргізетін кран да солай. Турист қолындағы кәдесый да гүл шаһардың әсем шамдарымен ұйқаса кетеді. Бұл киносуреткердің күллі шаһарды өз көзқарасына бағындыруы. А теперь скажите, кто вы? Ну что вам стоит? Честное слово, мне ужасно хочется, чтобы вы сказали. Разве это такая уж тайна? Я Чебан. Қазақ киносындағы қаланың әсем көрінісі 50-ші жылдардың аяғы мен 60-ші жылдардың басындағы кейіптеле бастады. Ал Шәкен Аймановтың «Жол торабы», «Тақиялы періште», біздің сүйікті дәрігер фильмдеріндегі тартымды гүлденген қала жарыққа, бояуға, шаттыққа, музыкаға толы болатын.
Тәуелсіздік дәуіріндегі экранда қаланың жаңа қыры ашылды. Дарижан Өмірбаев, Нариман Төребаев фильмдеріндегі суық қала соның бір мысалы. Заманауи қала кеңістігін жас режиссерлер қатарында Фархат Шәріповтей көрсетіп жүргендер некен саяқ. Оның жеке даму тренингі, 18 килогерц, схема сияқты фильмдерінде Ақшалы Алматыда, Кедей Алматыда қатар көрсетіледі. Поговори с ней. Не могу я с ней разговаривать. Архитектура деген мінез, адам қоғам мінезі. Лондонда империалистік дәуірдің салтанаты ғана емес, соғыстан кейінгі жылдардағы бруталистік ғимараттар да жаңа дәуірдің сәні де бар. Архитектурада да, кеңістікте де уақыттың табы болады. Тағы да 18 килогерц. Фильмдегі әдепкі қалалық пәтерге назар салыңыз. Кадрдағы айнаның көмегімен пәтергенет кеңейіп кеткендей. Оның әр бұрышындағы отбасы мүшелерін түгел көреміз. Әркім өз ісімен айналысқанымен бәрі бір кадрға сыйып тұр. Мұнда үй іші айна көмегімен кеңейіп көрінеді. Казахская волна во многом тоже ставилась благодаря... Қазақ киносындағы жастар толқыны архитекторлармен толықты, және олар үйреншікті көріністен мүлдем бөлек кеңістік жасады. Төбелерді алып тастап, терезелерді ашты, желпінген перделер ілді. Олар заманауи кеңістік құрастыра алды. Қоюшы суретші Әлім Сәбитов теориялық жұмысында жаңа буын советтік, тоталитарлық режимнен бас тартып, ашық кеңістік жасау керек деп жазды. Расында да нағыз қоюшы суретшілер концептуалды ойлайды. Қош бол, мама. Қош бол, мектебім. Қош болыңдар бәріңді. Сен маған үйіңді көрсет, мен сенің кім екеніңді айтайын. Кеңістік кейіпкердің мінездемесіне айналуы мүмкін. Оның ой жүйесі, сезімдер палитрасы, психикасы мен ішкі күйіне ашылған қақпа. Что у тебя болит? Не знаю, простыл, может, просто. Ладно, отлежись. Я врача вызову. 18 килогерц фильміне тағы да назар аударайық. Бозбала ойнап жүріп от басқан. Есірткіге иілірген жан досынан айырылған. Санжардың түс көрсе болды түсіп кететін әлемі қиранды. Бұзылған ғимарат іші, құлаған қабырғалар жасөспірімнің қирап жатқан жан дүниесінен хабар береді. Да, знаю. Нет, ты не представляешь, как иногда тяжело. Кейбір фильмдердегі кеңістік кейіпкерлердің психикалық күйінің көрінісі. Әке фильмі. Өз өмірі мен әкесінің арасында таңдау жасамақ қыз. Ақылынан алжаса бастаған әке. Кеңістіктің қайта-қайта өзгеріп кеткенін көреміз. Солайша біз Энтони Хопкинс кейіпкерінің санасына түсіп кеткендейміз. Өзіміз де онымен бірге адасамыз. Бір адамды бірнеше актер ойнайды. Бір пәтер бірнеше рет өзгереді. Кімнің кім екенін, қайсысы шын, қайсысы қиял екенін түсінбеген көрермен кейіпкер болып сезініп, бойын қорқыныш билейді. Адамның жадысы мен әлемді қабылдау туралы, алжу мен уақыттың аяусыздығы туралы ең үздік туындының бірі. Это моя квартира. Правда? Энн? Правда ведь? Энн, скажи мне, что это моя квартира. Большое спасибо, что пришли. Всегда лучше пообщаться по-хорошему, без лишней агрессии, да? Это вам спасибо, правда. Роман Поланскийдің «Қырғын» фильмін алыңыз. Болмашы нәрсеге шексіп қалған балалардың тәртібін талқылау үшін екі отбасылық жұп кездеседі. Бірақ бұл екі жұп түгілі ерлі зайыптылар арасында да үйлесім жоқ. Төртеудің әңгімесі тығырыққа тіреле береді. Әрқайсысы өз ойының дұрыстығына сенімді. У меня с нервами все в порядке. А у меня нет. Нет причин так нервничать. Боюсь, что есть. Әркімнің өз пікірімен бұлжымайтын қағидалары бар. Адамдар өздерінің иілмес қағидаларының тұтқыны. Фильмнің осы идеясы қабырғадағы төңіректегі төрт бұрышты пішіндердің көптігінен де көрініс табады. Төртеу бір бөлмеге ғана емес, әркім өзінің қатып қалған ойлау қалыбында қамалған. Төртеу төрт жаққа тартады. Кеңістік төрт бұрыштарға жұтылған.
Кинода ұсақ тиек болмайды. Көшенің көрінісінен кейіпкердің әшекейіне дейін үндесіп, бір хикаяны баяндап тұрады. Киноэкранда кездейсоқ зат жоқ. Ол не оқиғаға септеседі, не эстетикалық қызмет атқарады, не кейіпкер жайлы мағлұмат береді. Фархат Шәріповтің 18 килогерц фильміне тағы да ораламыз. Санжардың жуынатын бөлмеде тұрғанын көреміз. Ол ышқына айғайлайды. Бірнеше айна. Төменгісі Санжардың айғайын күшейтердей зум сияқты әсер береді. Ол айғайлайды, ал үлкендер естімейді. 18 килогерц. Ересектер ести алмайтын жиілік. У тебя все нормально? Кеңістік қорқыныш, жайсыздық, беймазалық мекені болуы мүмкін. Адамның бойында сағыныш, қызығушылық, үрей сияқты сезімдерді тудырғанда ғана экранда драма пайда болады. Әділхан Ержановтың ертеректегі туындыларындағы кедір-бұдыр қабырғалар кейіпкерлердің де, қоғамның да айнасы еді. Немесе Атпайдың жекпе-жегі фильмін алыңыз. Өзіне сенімді, ақша жолында жүрген Әлия. Атпайдан қанша теперіш көрсе де, оны қиянатқа қимайтын Аида. Екі қыздың диалогы бір уақыт, бір жерде қатар отыр, бірақ екі кеңістік сияқты түсірілген. Екеуі екі бөлек әлемде өмір сүреді. Жан дүниесі екі бөлек адамдар. Суретшінің шешімі кеңістік, киімдер, грим де осыған үлес қосады. Кеңістікті жиектеу арқылы да мағына беруге болады. Вон Кар-вайдың «Махаббат күйі» фильмінде кейіпкерлер үйлерінде қамалған. Сол кеңістіктің тұтқынына айналған. Тар дәліздер, тар бөлмелер, кейіпкерлерді одан әрі қамай түсетін терезе, есік арқылы жиектеу. Суреткер үшін дүниеде жоқ әлемді құрастырудан артық мәртебе болсын ба, біз экраннан көретін әлем шындыққа ұқсауы мүмкін, бірақ ол иллюзия ғана. Киноэкранда 100 жыл бұрын түсірілген Метрополистен басталған дәстүр болашақтың қаласының бейнесін жасады. Ұстара жүзімен жүгіргендер, Бастау, Ғарыш Одиссеясы сияқты фильмдер бейреалистік контентті реалистік формада жеткізді. Ал басқа манерде жұмыс істейтін Гильермо дель Торо, Тим Бёртонның фильмдері бейреалистік контентті бейреалистік формада жеткізеді. Ондай режиссерлер кеңістіктің құрастырылған, жасанды екенін жасырғанның орнына соған назар аудартуға тырысады. Бұл натурализмге қарсылық, стилизация, жасандылықты өнер деңгейіне жеткізу. Сондықтан да олардың әлемдерін ешкіммен шатастыру мүмкін емес. Акира Куросаваның Кагемуша фильмінде кейіпкер түрлі түсті суреттер әлеміне түседі, бірақ суретші мұқият құрастырған сол театралдылық әсерлі. Кинода адамсыз да драма жасауға болады дейді Андре Базен. Өйткені кеңістік адамнан да маңызды болуы мүмкін. Ал ғимарат бас кейіпкерге айналса ше. Уэс Андерсонның Гранд Будапешт қонақ үйі сияқты. Мұнда фильмнің драматургиясы кеңістік пен ондағы бояулар арқылы тіл қатады. Тағы бір қонақ үй Стэнли Кубриктің Жарқырау фильмі. Бұл қонақ үйдегі ұзын дәліз лабиринт секілді әсер қалдырады. Ұзыннан ұзақ кеңістік саспенсті күшейте түседі. Бұл ұзақ дәліз соңында бірдеңе барын сеземіз, бірақ оның не нәрсе екенін көргенше тынышымыз кетеді. Демек, ғимараттың өзіне жан бітіп, баланың және сіздің зәреңізді алады.
Бұл қонақ үйдің еденіндегі шытырман сурет қана емес, қонақ үй сыртындағы лабиринт Джек санасындағы шытырманның көрінісі. Сонымен бірге әрине адамзат болмысы, адам санасы, оның бойындағы зұлымдық пен қатыгездік туралы ойлануға шақырады. Кино суретшісі дегенде тарихи фильмдердің безендірілуі еске түседі. Бірақ негізгі міндет тарихи шындықты жеткізумен шектелмейді, метафоралық кеңістік құрастырылады. Қаһарлы Иван тарихи шындықтан гөрі Эйзенштейннің негізгі идеясына тәуелді болды. Неміс экспрессионизмнен шабыттанған оның кейіпкерлері бүкірейіп, тар есіктерден кіріп шығып жүрер еді. Неміс экспрессионизмі бұзылған неміс санасын көрсетсе, қаһарлы Иван бұзық Сталиннің санасының көрінісі іспеттеді. Қазақ тарихын тірілтпек болған атышулы көшпенділер фильмі үшін Іле бойында арнайы қала салынды. Алайда қазақ топырағында түсірілген тұңғыш тарихи картинаның бірі Отырардың күйреуі де кеңістікті тірілтуімен есте қалды. Ондағы тарихи кеңістік атмосфераны жеткізетін. Андрей Тарковскийдің Андрей Рублев фильмін еске түсіретіні де сондықтан. Режиссердің алдында уақыт бейнесін жеткізу деген маңызды мәселе болды. Когда мы снимали Отырар, біз Отырардың күйреуін түсірерде музейге не академияға барамыз да керектің бәрін тауып ала қоямыз деп ойладық. Өкінішке орай ол дәуірден тіпті темірдің сынығы да сақталмапты. Саздан, металдан кейбір элементтер сақталған, бірақ бізге қажетін таба алмадық. Мәселен, Өзбекстанда, Самарқанда, Бұхарада, Түркістанда сақталған дүниелер біз түсірген дәуірге қатысы жоқ. Одан кейінгі дәуірлерді қамтиды. Самарқан мен Бұхарадағы қорғандар кейіннен бой көтерген. Дегенмен де архитектура бағытында қандай да бір ұқсастықтары бар. Декорация солардың жалпы көрінісінен туындады. Яғни қазір не бар, оған дейін не болуы тиіс еді, бәрі болжам бойынша жасалды. Тарих туралы кітаптан оқуымыз мүмкін, бірақ экраннан көргенде ол тарих тіріледі. Қиялымыз шындыққа айналғандай болады. Киноның алапат күші де сонда. Келесі киноскопта кездескенше.